Жаза дұрыстап демала алмадым ше. Каникулға шыға салысымен ше, үйдегілер ауылға барасың, ата жеңе көмектесесің бе, ауылға жібер. Ауылға барған рахат қой. Айран, қымыз ішіп, түсте көлге барып, түнде масаханада жатасың. Сен ауылды өз қиялымен қатты елестетіп жүрген жоқсың ба? Мал бағасың, қора тазалайсың, тезек істейсің. Оның үстіне мен атам көлге шомылуға жібермейді, батып кетесің деп. Оның үстіне түсте садиктегіде қинап ұйықтатады, атамды мүлде түсінбеймін. Енді уайымдайды ғой, атаң оған күш сияқты негізі. Мысалы мен атамды көрмегенмін. Әкемнің айтуынша, ол бауырын іздеп шетелге кетіпті. Содан бері хабарсыз кетіпті. Ай, балалар, бергеніңдерші, мен сендерден бір нәрсе сұрайын. Қарсымақ! Көбейтілген 63 қанша болады? Ой, мен сізді қиындатам дегенге 100 сандар жасырама десем, оңай ғой, 2583. Дұрыс. Онда қиындатайын. 452 көбейтілген 82 қалай болады? 37064. Қаз. Дұрыс. Не деген ақылдысың? Мен де ақылды болып кетіпсің ғой. Ой, әпке, сізге жету қайда? Жай бұндай есептер маған қиын емес сияқты. Онда логикалық сұрақтар қояйын. Бөлмеде 4 мысық отыр. Әр мысыққа 3 мысық қарап отыр. Сонда бөлмеде бізде қанша мысық отыр? Демек, бір бөлмеде 4 мысық отыр. Дұрыс па? Дұрыс. Онда бізде 20 қабатты үй бар. Соның 17-ші этажында 5 семья бар, 15-ші этажында одан 2 есе көп. Ал 7-ші этажында оған қарағанда 2 есе аз. Сонымен сұрақ, лифттің қай батырмасын көп шақырады? Демек 20 қабатты үйдің ең көп басылатын лифт батырмасы ол 1-ші этаж. Өйткені адамдар одан төмен қарай лифттен түседі. Дұрыс қой, ә? Иә, дұрыс. Молодецсің ғой. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Анашым, әпке маған логикалық сұрақтар қойып отты. Мен жауап беріп оттым. Біздің Айко мықты. Эйнштейн болмай сәл-ақ қалыпты ғой. Жаным, анасының ақылды қызы ғой, ақылды қызы. Қыздар шай ішейік, иә? Есен қайда? Көркем, Есен шақырып кеш бар кешкі асқа. Жарайды. Жақсы. Осы қайдағы жоқ, бір ешкімге керек емес пирамидалар тарихта қалады. Ал ең маңыздысы, сон салған адамдардың қайғы қасіреті, көз жасы, ауыр азабы тарихта қалмайды. Ал адамдар соны барып көруге құштар. Планеталар, астероидтар, табиғат, әлем. Бүгін мектептің директоры хабарласты маған. Неге? Білмеймін, мектепке шақырып жатыр. Маңызды мәселе дейді. Есен туралы сол. Тыныштық болса жарар еді әйтеуір. Осы күн неменеге шақырды екен? Білмеймін. Жарайды, шай ғой, жақсылап кешкі ас ішіп алайық, жарай ма? Жинақтап. Кеттік, қолды аламыз. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Келесі аяқ. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще. Екі, үш, төрт. Айналдырамыз. Раз, два, три, четыре. Келесі аяқ көтереміз. Ой, қат шөлдеп тұрмын. Содан тез шықырсық суымыз таусыл қағын. Байқамаппыз да ғой. Кеттік, дүкенге барып келейік. Дән апай үзіліске 5 минут берді. Ал дүкен жолдың арғы бетінде. Кешіксек білесің не істейтінін. Я жазалай дейін, не істейміз?
Шапи, ал. Анау алуаның сөмкесі ме? Иә, не қылды? Дұрыстап қарасай су тұр ғой. Алуа өте аз ішіпті суын, өзі қайда жүр? Алып іше берейік, алуа құрбымыз ғой, ренжімейтін шығар. Құрбымыз болса да рұқсатсыз алғанымыз дұрыс болмас. Алуа келем дегенше сабақта басталып кетеді. Алуаға түсіндіріп айта саламыз. Алуа бізге ренжімейді, ол біздің құрбымыз. Маған да берші. Білесің бе, Алуа Дубайға барып келіпті. Қой. Я, бір аптаға. Мен де барсам ғой, өте керемет болатын еді. Иә. Алуа, қайда жүрсің? Сол жай. Қыздар, мына суды сендер іштіңдер ме? Әсел ішті, мен сен күчектегем. Алуа, келші, ренжімеші, біз құрбымыз ғой. Мен таңертең ұйқысырап жүріп, тоңазытқыштағы ағамның дайындап қойған жол сөмкеме салып әкеттім. Жаңа адам ішіп көрсем, дәмі басқаша. Менің ағам боксер, ол өз салмағы толып кеткен жағдайда осындай сулар жасап ішіп жүретінін көрген. Бұл дәл сондай су екен. Сонда одан кейін не болады? Оның нәтижесін қазір 10 минуттан соң көресіңдер. Не oldu Соник? Қатты жүгіріп келдің ғой. Машиненің есі көріп қойды. Артынан қуадым деп жүгіріп қаштым. Байқа сен. Ұстап қалсаң, тағы да біз ұстап берейін деп тұрсың ғой. Жоқ, олай емес. Су қой отырса, анық ұстасың, бірден айтып қоясың ғой. Сол үшін ұсталмайтындығымды. Қане, қанша теңге? Қалғаны кән, бар осы. Қыз көреміз. Бар осы да қояды ғой. Соник, сен алаяқ екенін білмейді дейсің бе? Қайтар ақшамды, ол өзімнің ақшам. Кеше онымен қонаққа келген ағам берді. Солай ма? Ағасы беріпті ғой. Қайтарып берейік. Ағам берді деп ертең айтып қояды ғой. Соник, енді тағы да осылай қайталатын болса, бізден жасыл күтпей, түсіндің бе? Иә. Бә, мананы ақшаны ал, өзіңе керегіңді алып жейсің. Ертең мектепте кездескенше. Сау бол. Мен де. Наруто, мен түсінбедім. Біздің олымды ағайдан неге сонша қаштық? Сен білмейсің ба не, ол жай ата емес, ол таза маньяк. Ол біз сияқты балаларға сұрақ қойып, бізді алып қашып кетеді. Сен оны қайдан білесің? Маған оны Самат айтты. Самат қайдан біледі оны? Саматтың ағасы Қанат айтты. Ағасы Қанат қайдан біледі оны? Ағасы Қанатқа класстасы Морс айтқан. Морсқа кім айтты деп сұрамайсың ба не? Морс айтса, бірдеңені біліп айтқан шығар? Морспен араласып жүрген адам сияқты айттың ғой. Бачо, неге осындай үнемі ақымақ сұрақтар қоясың? Қашан қойдың? Қазір. Мен ба? Жоқ, Спанч Боб. Қайда Спанч Боб? Қойш! Қош келдіңіз. Не жағдай екен, бір маңызды мәселе деп айтқан едіңіз? Жағдай былай болып тұр. Бізде екі жаңалық бар. Біреу жақсы, екіншісі өкінішке орай. Сәл жағымсыз болып тұр енді. Қайсынан бастаған дұрыс? Жаманнан бастай беріңіз. Соңы жақсы болсын. Қысқасы былай онда. Дана апай, сыртқа шығып кетсем бола ма? Барып келе ғой. Дана апай, мен де шығып кетсем бола ма? Не болған бар, не барып кел. Құрбыларым, ештеңені рұқсатсыз пайдаланбау керек қой. Келесі аяқпен бір.
Роза ханым, 3 перзентіңізді бізге сеніп тапсырғаныңызға сізге көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Үлкен қызыңыз Ұлжан 11 сыныбында оқиды. Иә. Үлгерім өте жақсы. Енді мынау жағымсыз жаңалық. Есен балаңыз. Үлгерім төмен. Тест тапсырған кезде теріс нәтиже беріп жатыр. Психологиялық жағынан болсын, барлығынан. Әріптерді дұрыс танымайтын сияқты. Біз балаңызды мектепке қабылдай алмаймыз. Өкінішке орай. Түсінікті. Бір амалын тауып қабылдай алмайсыздар ма? Арқа сүйер азаматымыз да жоқ еді. Қаза болған болады. Негіз балам бұндай емес еді. Оның аман деген сыңар болған. Сол жол апатынан қайтыс болғалы бері оған қатты әсер етіп, сол балам мүлдем басқаша бала болды. Ол сонда құлап басынан зақым алған болатын. Содан бері балам өзгеше болып өзгеріп кетті. Негізі балам жаман оқушы емес, жаман бала да емес. Ол бар болғаны ерекше. Бірдеңе, бір амалын тауып қабылдай алмайсыздар ма? Қайғыңызға ортақпыз. Жарайды, біз түсіністікпен қарап, балаңыз мектепке қабылдайық. Рахмет. Бірақ 6-шы сыныптан емес, 5-ші сыныптан қабылдаймыз. 5-ші сынып? Уайымдамаңыз, ол 5-ші сыныптың программасын қайта оқып шығу керек. Жарайды, түсінікті. Ал жақсы жаңалық ше? Ол жақсы жаңалық да бар екен ғой. Айкөркем қызыңыз бар ғой? Ол Есенге антоним болып тұр. Үлгерім өте жақсы. Барлық сабақтан 100% жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Енді біз сарапшылармен ақылдаса отырып, Айкөркемді 5-ші сыныпқа ауыстыратын болдық. 5-ші сынып? Осы қарқынмен жалғастыра беретін болса, 3-4 жылда мектепті бітіруі мүмкін. Мен қызымның сабаққа деген екенін жақсы білем, бірақ мұндай дәрежеде деп ойламап. Бір қызық жағдай болып тұр енді бізде. Енді Есен мен Айкөркем екеуі бір сыныпта оқитын болады. Қызық болды. 5-ші сыныпта. Жарайды, онда рахмет. Дубай деген күшті ғой. 3 ай жазда сол Дубайда болдым ма? Сен. Тұра тұршы, тоқташы. Достар, 3 ай жазда қаяқта болдыңдар? Сен өзің қақта болдың? Ой, мен Дубайда, пляжда апельсинді сок ішіп жаттым ғой. Қойшай, рас ба? Ой, осыған сеніп тұрсың ба? Тазалай-ақ қой бұл. Бұл Дубай түгілі Алматыға да бармаған шығар. Кеселя, шпагат. Мен сендермен сөйлесіп тұрған жоқпын. Мен Соникпен сөйлесіп тұрмын. Между прочим, как они данный время. Бай, орысша сөйлемей-ақ қойшы. Нартай-партай. Соник, мән берме. Кішкентай қыздар ғой Дубайда болдым. Ауылда болдым десе, бұл ауылда болғам, ал баққан. Бәсе, Нартай қалай Дубайға барды деп ойласам? Не ағып айттым? Ал шын менде Дубайда болды. Бір апта. Қойындаш қыздар, айсып не керегі бар? Ана мақтаншақ қайзып жатқанбыз ғой. Қойшы, Дубайда кім болмай жатыр? Кешті біз бачо екеуміз маньяк көрдік қой. Ақымақ, сен бірдеңені нақты білмей ойдан құрастырмашы, мақұл ма? Кешеге қарт кісі үйдегі атам екен. Үйге барсам үйде отыр. Айттым ғой атамды үйде көрмегем деп. Самат айтты, борыш айтты, морыш айтты деп ойдан шығара бересің. Ұятпақ қапты ғой. Кешір, байқамай қалдым. Ештен кетпейді, мен де байқамай қалдым. Арман. Ұлжан. Мектепке жаңадан келдің ау дейме? Оны қайдан білдің? Бұрында сен секілді әдем қыз көрген жоқ едім. Түх, китайский подход па? Жоқ, қалжың ашын. Қайсын қосып келдің? Өзің тауып. Кешегі бөліскен ақшаға не алдың? Қалай? Мықты. Айфон дейсің ғой. 15 Pro болмаса да, айфон ғой. Ойбай, 15-тің бағасы 1 миллион ғой. Досым, оны да алуға болады. Болады алуға. Бізге құятын өзендерді көбейту керек. Түсінбедім. Өзен емес? Ой, осы.
бір астарлап сөйлейін десең түсінбей қалатын жаман да. Тек жалғыз Соникпен өзіміздің тауып жатқан ақшамыз түк болмайды. Жаңадан ақша тауып әкелетін балдар табуымыз керек. Дұрыс айтасың. Сабақ енді басталып жатыр. Номеке шеколда түсіндіру керек еді. Болды. Потом ақылдасамыз. Жүр, Айкөркем. Қазір. Сәлеметсіңдер ма? Рахмет, отыра қойыңдар. Балалар, міне таныс болыңдар, біздің сыныпқа екі бірдей жаңа оқушы келді. Есен және Айкөркем. Ойбай ағай, мұнағы садиктен шыға салысымен бірден 5-ші сыныпқа барған ау деймін. Нартай, дұрыс айтасың. Айкөркем негізі 4-ші сынып оқу керек. Бірақ сабақ үлгерімі жақсы болғандықтан мектеп әкімшілігі бірден 5-ші сыныпқа ауыстырып отыр. Онда ақыл басына сыймай шығып кетейін деп тұрған шығар. Главный сен сияқты ақымақ емес қой. Тыныш балалар, тыныш. Болды қойыңдар. Қазір сабақ барысында таныса жатарсыңдар. Қане отыра қойыңдар. Айкөркем, бірінші партаға отыр. Есен, бос жерге отыра қой. Ал балалар, дәптерлеріңді аша қойыңдар. Жаңа оқу жылына дайынсыңдар ғой, Жаңа оқу жылы, жаңа тақырып. Бүгінгі тақырып сендермен жазғы демалыс деп аталады. Жазғы демалыста кім не істеді? Ағай, мен айтайыншы. Немен айналысты, соны айта қойыңдар. Қане айта қой. Ағай, мен жазда жұмыс істеп ақша таптым. Жұмыс? Не жұмыс жасадың? Ағай, бұл күннің астында жұмыс істеп ми ашып қалған сияқты ғой. Мен машина жудым. Мінекей, көрдіңдер ме? Көлік жуып, ата-анасына көмектесіп, адал еңбек етіп жүрген жігіт екен. Жарайсыңдар, адал еңбек ету керек. Тағы кім не істеді? Жарайды, айта ғой. Ағай, ауға Дубайға барып келді. Міне керемет. Айта бермеші, уже алып кеттім. Ағай шапаға өзі ешқайда бармаған соң Алуаны Дубайға барды деп өзі барған құсап мақтанып айтып жүр. Бачо, таяқ жейсің қазір, жердің құрты. Не? Болды балалар. Неге сендер бір нәрсе болса осылай бір-біріңді мазақтап шығасыңдар? Ертең әлі мектеп бітіресіңдер, бір-біріңді сағынатын боласыңдар. Ой, ағай, мен басқа Кселия мен шпагатты сағынбаймын. Ой, сен ешкім сағынайын деп тұрған жоқ. Болды, тыныш. Ал енді жаңадан келген оқушылардан сұрайық. Айкөркем, өзіңді таныстырып, жазда не жасадың, соны айтып бере ғой, сені тыңдайық. Мен Айкөркем, әпкем бар, ағам Есен. Не, мына ұзын сары сенің ағаң ба? Тыныш, Нартай. Есен мен Айкөркем бауырлар. Жалғастыра бер. Ана сыныпқа көшемен қылып кеткен сияқты ғой. Сондай ау, бойы сорайып жас үлкен oldu. Біз бұл қалаға жақында көшіп келдік. Мен жазда арифметика, ағылшын математика, логика, осы пәндерден көп кітаптар оқыдым. Сосын курстарға қатыстым. Бәріңмен дос болуға дайынмын. Мені Айкон деп атасаңдар болады. Айфон? Жоқ, Айкон. Жоқ, сені айфон деп атайтын боламыз. Сені айфон шақты жылдам жауап беріп ақылды екенсің. Жарайды, отыра қой. Ал, Есен, орнынан тұра қой, өзің таныстыр. Мен Есен, мен адаммын, мен бірақ оқи алмаймын. Мен сурет сала аламын. Мен ешкіммен дос болғым келмейді. Қараңдар, планеталар, табиғат, адам осының бәріне жау. Олар ағаштарды кеседі, аңдарды өлтіреді. Ал мен жазда сурет салдым. Адамдарға жау. Олар зиянды нәрсені өздері ойлап табады. Мысалы, көлікті қаттайды. Олар ешкімді тыңдамайды. Олар заңға мүлде бағынбайды. Мынауың таза қиял біреу ғой. Отыра қой, Есен. Рахмет. Дәптерлеріңді ашыңдар, балдар. Болды. Менің атым Данияр. Бірақ мен қатты жүгірген соң бәрімен Соник дейді. Неге Соник? Одан да Усейн Болт деп айтпай ма? Ол кім? Ол жеңіл атлет. 41 қадаммен 100 метрді жүгірген чемпион. Біз ондай болт-молтта танымаймыз. Жай ғана Соникке салдық қой. Мына бізде Наруто, шын Нартай. Баяғыда Наруто фильмін көре берген соң бәрі Наруто дейді бұны. Мені ешкім ешқалай деп атамайды. Мен Есенмін. Сені фантазердеу керек қой. Оқты, ананы қара. Нарутоның класына жаңа оқушы келген ау, Походу, шақырақтан бері қарай. Наруто, Бачо. Анақта кептер шақырып жатыр. Қасында кеңкелес Алмат бар. Кептер? Ой, ол жаған кеме.
отыруға бола ма? Тағы да сен бе? Иә, тағы мен. Басқа отыратын жер табылмай қалды ма? Осы жерде отырсам, шабытым ашылады. Шабыт? Иә, шабыт. Сенің тәнің сынып тек секілді бәрімірде жақсы көрім ажеріңді беттіңді. Ара көсегетіңді сипаттайын әдемілі білмесім де шеттілі кектілі. Аруымсың кектілі бүгінім басып сенің тәніңе қымбат боп бекітілді сімді. Кеттірдің ме тесілді шарым сенің бойың ұзы Майкл Джордан секілді. Бәрі сенің қалауыңды емес оған әге көрсенесің. Мейлі жоқ болса да мерседесім, жаныңды сенің еркелесің. Жаным сенің жаныңда тәніңде маған еркелесің. Жұтар бай шіркін емесің, ары қарай қалым бірдеңесің. Жақсы тартады екенсің. Бірақ мен мұнда сабақ оқу үшін келдім, ән есту үшін емес. Басқа жаққа барып әніңді айтасың ба? Бірақ мен... Жоқ, онда мен өзім басқа жаққа барып сабағымды оқимын. Жоқ, отыра бер. Жоқ, рахмет. Сау бол, гитара. Сен жасың қаншада? 9-да. 9-да? Мәссаған сен үлкен сыныпқа қалай көшіріп жүрді? Қыздар жаңа мұғалім айтты емес пе? Білім деңгейі жоғарғы болғандықтан бірден жоғарғы сыныпқа ауыстырды деп. Мәссаған неге бізде ауыстырмайды? Мысалы, мен де білім деңгейім төмен емес қой. Ой, қойшы мақтанбай, математикадан үнемі 4 аласың ғой. Математика ғана ғой. Сосын орыс тілінен. Ол бар екен ғой. Айфон сен математикадан қалайсың? Жақсы. Онда жиынтық бақылау кезде сенен көшіремін. Тексеріп көрейік та. 12 көбейту 7. Оңай ғой, 84. 15 көбейту 32 ше? 480. Ал 480 көбейту 125. 60 мың. Мәссаған, бұның бәрін қалай жаттап алғансың? Немі дайындықтардың арқасында? Сен осылай дайындала берсең, үлкен сыныпқа көшіп кетейін деп тұрсың ғой? Точно. Сенді обязательно шақыру керек па? Өздері неге біліп келмейсіңдер, а? Елеше өсіп кеттіңдер ма? Жаңадан оқушы кепті ғой, таныстырмайсыңдар ма? Бұл Есен. Нұрғысам. Алмат. Бірақ маған сен келес, сен кептер деп айтты ғой. Кім? Кім айтты? Біз олай деген жоқпыз. Фантазер, ойдан шығармасайшы. Енді кептер деп айтқандарын еститін болайын, аямаймын. Бара беріңдер, кейін сөйлесеміз. Соник, сен қал. Сенің басың істей ма? Айта салған не? Оны кептер деп айтсам бәлеге қаласың. Неге? Кептер дейтін аты оны мазақтайтын аты. Ол кішкентай кезінде кептер ұстаймын деп кептерлердің бәрі оны шығып тастаған. Сол кезден бері оны бүкіл кептерде мазақтайды. Көзін жайтсаң ашуланады. Қайта саған жақсы болды, ешкім тиіспеді. Қайдан білейін? Олар неге Соникті алып қалды? Білмеймін, Соник пен олар жақсы араласады, бірақ не істейтінін ешкім білмейді. Кеттік. Соник, ақша табу керек. Мен Бірақ сұрақты қой. Аз ақша емес, көп ақша табуымыз керек. Сол үшін бізге адамдарды көбейту керек. Ана жаңадан келген оқушыны алдап тірлікке көндіріп көрсейші. Ол жұмыс істей алады ма екен? Қиялай ма бір нәрсе бір түрлі өзі? Қайта сондайлар жақсы ғой. Егер ұстап жатсақ, бәрін мойнына іле саламыз. Мә, мына 5 теңгені ал да, ана баланы көндір тірлікке. Жарайды. Көп ақша таққың келсе, көндір ананы. Есен, Ау, мә, алма жейсің ба? рахмет. Есен, сен осы бос уақытында не істейсің? Мен үйде болам, сурет салам. Сен осы өмірде ұрлық жасап көргенсің ба? Ұрлық? Жоқ, жасап көрмегем. Ұрлықты бұл қорлық қой. Оны неге сұрадың? Айтпақшы, сен сурет жақсы салады екенсің ғой? Иә, рахмет. Мені күтіп тұрсың ба? Сен осымен аңдып жүрген жоқсың ба? Мен келген жерге келіп ала бересің. Жоқ, жай өтіп барады көріп қалғам ғой. Жарайды. Шоколад жейсің бе? Жоқ, қажет емес. Рахмет. Қолымды қайтара алмай тұрсың? Жоқ, қажет емес. Сіңілім көріп қойса анам айтып береді. Сондықтан тезірек кетесің бұл жақтан. Бірінші нан алайық бесе кетпеймін. Алсам кетесің ғой. Иә. Жарайды. Көріскенше онда. Сау бол. Ол кім? Сыныптасың ба?
Иә, сыныптасым. Наш шоколадтесің ма? О, шоколадты саған жаңағы жігіт сыйлады ма? Жоқ, саған арнайы сатып алдым. Өзің сатып алдың ба? Негізі менің көзім жақсы көреді. Журнал бойынша сұраймын. Айнабеков Бақыт. Ағай, мен жаттамадым. Неге? Кеше қонақтар келіп еді. Қонақ келсе не бопты? Анам дастархан жайып күтіп алды. Ай, түсіндік. Анаң дастархан жайған екен, қонақ келген екен. Сен тапсырманы не үшін жаттамадың? Сол әдебиет кітабымды стол қимылдамасын деп астына тіреп қойып едім. Содан жаттай алмадым. Масқара. Сол кітаптан басқа қоятын еш нәрсе таппадыңдар ма? Бұл өзі кітабына дей берген шығар жаттамау үшін. Болды, тыныш. Тыныш. Отыр, 2. Болатов, Нартай. Айкас, қайталайыншы. Ай, сен де. Дайын отыр келесі сұрағанда. Әрі қарай кеттік. Нұрғалиев, Есен. Мен ағай. Айт. Ағай, мен жаттай алмадым. Неге? Кітапты ал қолыңа. Сылтауын қара бұның. Оқы. Оқы деймін. Ағай, маған мына әріптер түсініксіз. Не, қытайша жазылып тұр ма не? Білмеймін. Отыр, 2. Алуа. Дайынсың ғой? Шыға ғой. Абай, Құнанбаев, күз. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып тұмқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Ой, жарайсың. Отыра ғой, 5. Жарайсың. Міне, керемет. Нартай, дайын болдың ба? Айкас, соңғы рет. Соңғы рет? Сен дайын болам дегенше сабақ бітетін болды ғой. Жаңа тақырып, дәптерлеріңді ашыңдар. Жазамыз. Қайырлы күн. Түх, сен осы сыршымайды екенсің. Айтпақшы, мен сенің қай сыныпқа ауысып келгеніңді көрдім ғой. Білдім. Шынымен ба? Иә, сен 11-ші А сыныбында оқиды екенсің ғой, ал мен 11-ші В сыныбында оқимын. Қуаныштымын саған. Енді... Сен қандай мамандық таңдайын деп жатсың? Мен ба? Медицина, хирург болғым келеді. Хирург? Мен қан көрсем жаман, жүрегім айнайды, қаннан қорқам. Басқа мамандықтар жоқ па? Жеңіл-желпі мамандықтар көп қой. Мен сен сияқты қаннан қорықпаймын. Егер де барлық адам қаннан қорқып медицинаға бармаса, оларды кім емдейді? Иә, ол да бар. Ал мен әнші болғым келеді. Көрініп тұр. Қайдан көрініп тұр? Шекеңе жазып қойды. Жоспар былай. Алмат, сен анау екеуін алдаусыратасың. Соник, сен барасында, анау гитаристің сумкасының алдыңғы қалтасында ақша бар, соны аласың. Мен осы жерде сендерді бақылап тұрамын. Егер де біреу керек жатса, сигнал беремін. Мені де алдаусыратамын. Білмеймін, әжеуір бір нәрсе қылып алып кет. Мен алуым керек пе ақшаны? Иә. Бол, тез, Алмат, бар, тез. Жоқ қой ештеңе. Әзілдей ме, шын айтып жатырмын ғой. Айтпақшы. Өтініш, көмектесіңдерші. Не болды? Ана жақта досым текпешектен қалып талып қалды. Қайда? Болды, кеттік, жүгіріңдер. Болыңдар. Қайда? Қайда кетті аналар өзі? Досым жоқ болып кетті ғой. Алдап кетті ма? Ерігіп жүрген біреу да. Бір нәрсе болып қалды ма?
жоқ ештеңе. Ох. Оқушылар, келесі апта бірнеше шығармашылық және пәндік сайыстар бойынша біздің мектепте жарыс өтеді. Соған бізде өз сыныбымыздың атынан қатысушылардың тізімін беруіміз керек. Түсінікті ғой, бізде бірінші пәндік жарыстар бойынша тарих сабағынан кімді қатыстырамыз? Ағай, мен қатысам бол ма? Білесіз ғой, басқа сабақты оқымасам да Қазақстан тарихы жақсы оқитынды. Жақсы. Болатов Нартай тарих жаздым. Математикадан кімді қатыстырамыз? Ағай, оған сіз айфон қатысады. Айфон? Ой, Айкөркем. Айкөркем, есептен жақсысың ба? Жақсы болғанда қандай, сенбесеңіз тексеріп көріңіз. Жоқ, тексеріп қажеті жоқ. Өзіңе сенімді болсаң болды. Ағай, өзіме сенімдімін. Математикадан Нұрғали Айкөркем, сені жаздым. Бағың сынап көр. Бізде келесі спорттан жүгіруге Соник қатысады. Қаламбаев Данияр, сені жаздым. Тоғызқұмалақ. Бізде тоғызқұмалақтан қатысатын оқушы жоқ. Неге жоқ ағай? Бар, мен қатысам. Тоғызқұмалақ ойнап білесің ба? Әрине, атам келіп үйретті. Жарыс басталғанша тағы үйренемін. Бәрекелді. Жақсы, онда сен жаздым, отыр. Қол күреске Байгулов Тимур, өзің барасың. Келесі бізде керме тартылуға Мағжан, Мамыров Мағжан. Былтырғыдай болмасын бірақ. Жақсылап дайындал. Шығармашылық. Ән айтудан кімді қатыстырамыз? Ән айту. Жібек, дайынсың ғой, әндеріңді қайтала. Ары қарай бізде әр сыныптан би тобы шығу. Би бойынша. Ағай, біз қатысамыз. Мен Әселі Алуа үшеуміз. Біз бұрыннан би үйірмесіне қатысамыз. Жақсы, жарайды, сендерді жаздым. Домбырадан Мақсат, домбырадан сен жаздым. Көркем сурет салудан Әлиді жаздым. Әли келмейді, Әлиге қызылша шығып кеткен. Осы сен мен білмейтін жаңалықтарды қайдан біліп қоясың? Әли көршім ғой, кеше көргенмін. Жарайды. Сурет салудан Әлидің орнына... Ағай, Есенді қатыстырыңыз. Есен, сен сурет салатын қабілетің бар ма? Иә, міне, ол суретті әдем салады, қазір де салып отыр. Қане? Жақсы. Жарайды, сен Нұрғали Есен, сен жаздым. Бағыңды сынап көр, жарай ма? Осымен болды. Дайындықты осы апта бастаймыз. Түсінікті ғой? Барлықтары неге қатысатындарыңды түсіндіңдер ғой, Жақсы. Олай болса сабақтарыңды ашыңдар, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Дәптерді ашамыз. Саламатсыз ба? Кіруге бола ма? Иә, келе ғой. Саламатсыз апай, мен сізге айтар бір өтінішім бар еді. Иә, қандай өтініш? Маған биологиядан тереңдетіп өтіп бере аласыз ба? Әрине, оқимын деген балаға қуана-қуана үйретеміз. Рахмет апай. Медицина саласын таңдайын дедің ба? Иә, болашақта хирург болғым келеді. Дәл уақытында келдің. Қазір менің 40 минут уақытым бар. Дайындықты қазір бастап кетейік. Давайте. Анау Есен емес па? Кесе Есен. Қалайсың? Жақсы. Неға? Саған бір не, жұмыс бар. Қандай жұмыс? Бізге қосасың ба? Көп ақша табасың. Түсінбедім. Короче, былай қыламыз. Біз мына үшеуміз бір машинаға барамыз да, соның ішіндегі барлық ақша, киім бәрін алып кетеміз. Сол киімдерді сатып, біз өзімізге керек нәрселерімізді үшке бөліп алып аламыз. Көп ақша табамыз. Мына ұрлықтарыңмен бірге құрып кетіңдерші. Мен сендерге қосылмайым. Ұры болу жақсы емес. Аузыңа қарап сөйле, үндемеген сайын. Кептер, мына ұрлығыңды өзің жасап жүре бер. Сен кімді кептер деп тұрсың? Не болды? Қой деймін. Не болды? Сендер кешегі сумкадан ақшаны алып кеткен балдар емессіңдер ма?
Аға, мен ұрлаған жоқпын. Налар ұры екен. Сол маған да ұры болды ұсынып жатыр. Шап аузыңды. Қайда ақша? Қасына шоколад ше? Атың ба сен? Есен. Кеттік Есен. Есен, қарада тұр. Ертең ақ менен таяқ жейсің. Неге бұзақылық жасайсыңдар? Мектептің ішінде неге төбелесесіңдер? Жаңадан келген балаға көмектесудің орнына неге ұрасыңдар оны? Әлде тәрбиені сендерге солай беріп жатыр ма? Осыдан енді тағы да қайталанатын болса, екеуіңді мектептен шығарам. Түсіндір ма? Бар енді класстарыңа. Көке, қайда бара жатсың? Кешіріңіз абай, сезімге беріліп кеттім. Кіруге бола ма? Не үшін кешіп жүрсің? Сыртта бір-екі жабаймен төбелесіп қойғанмын. Төбелес кіші екенсің. Кел, миыңды тексерейік, тақтадағы есепті шығар. Апай, ол есеп түгілі. Әріпті де танымайды ғой. Қазақ хандығы 1465 жылы Алтын Орданың және 1468 жылы Өзбек хандығының ыдырау кезінде қалыптасқан. Керей мен Жәнібек Жетісудағы қазақтарды жинап 1465 жылы Қазақ хандығын құрды. Кім сендерді балалар сүйетұғын, қуанышыңа қуанып қайғыңа күйетұғын, түн ұйқысын 4 бөліп кірпік қақпай, шешең байқұс дамылсыз жүретұғын. Юпитер күн жүйесінің 5-ші планетасы.
өте тамаша, өте жақсы, әдемі. Сыныбымыздың мәртебесін бір көтеріп қойдыңдар. Барлықтарыңа үлкен алғысымды білдірем. Басым дейіп, рахметімді айтам. Жарайсыңдар. Мына Нартай қандай тамаша өнер көрсетті. Тарихтан бас жүлде алды Нартай. Айттым ғой ағай, басқа сабақта оқымасам да Қазақстан тарихта мықтымын ғой. Бәрекелді. Біздің сыныптың қыздары қандай? Үшеуі қосылып билеген кезде басқа сыныптың қыздарын бәрін шаңғап тұрды. Жарайсыңдар. Бақыт қандай тамаша. Бақыттың атасы үйреткен 9 құмалақ пайдасын тигізіп бас жүлде алды. Айкөркем, саған рахмет. Айкөркем, сен математикадан беретін апайлардың өзі таң қалып жатыр. Есепті тамаша шығарады дейді. Жарайсың. Бас жүлде алдың. Ерекше рахметім Есен саған. Есен, сен тек суреттен ғана емес, сабақ үлгерімің де өте жақсы. Көтеріліп келе жатыр екен. Барлық ұстаздарыңмен сөйлестім. Барлығы жақсы, тамаша. Жарайсың. Ризамын саған. Ағай, өзім де өзіме риза болып жүрмін. Ай, Даниярды айтсаңызшы, ол жүгіруден бас жүлде алды ғой. Данияр тамаша. Бірінші келді. Жалпы барлық сынып, барлықтарыңа рахмет. Мына бүгінгі жеңістерің баршаларыңа құтты болсын балалар. Жарайсыңдар. Тамаша. Барлықтарың. Ой, саламатсың. Сәлеметсіз бе ағай? Саламатсың. Отыра қойыңдар. Нұрғалиев Есен деген бала бар ма? Мен ағай. Мынау сенікі ма? Иә ағай, бірақ ол сізде қайдан жүр? Қайдан жүрген білмей қаласың, Мына балаңыз мен оқудан шығарам. Ағай, неге? Кабинетке жүр бол, тез. Ағай, түк түсінбедім. Ағай, не болған еді? Біз мұнда балалардың жеңісін тойлап жатқан едік. Мына Есен деген бала ешқандай да жеңімпаз емес. Бұл барып тұрған ұры. Не? Ағай, мен? Машинамның есігін ашып, ішінде тұрған ақшаны, одан кейін анау телефонын қалып кеткен. Сол телефонды алыпты. Оған дәлел міне, мына зат соған қалдырған. Есен? Ол түс алды ма? Жүр. Ағай, мен ұрлаған жоқпын. Бол, жүр тез. Ағай, ол ұрлаған жоқ. Сен қаяқтан білесің? Себебі мен ұрладым. Не? Мынау точно сол Есуастікі ма? Иә. Жарайсың інім. Енді былай істейсің. Қазір директор келіп машинасын қойып кетті. Біздің Алмат екеуміздің бақылауымызша ол есігін құлыптамайды екен. Барасың, есігін ашасың, ішіне не бар соның бәрін аласың, абайлап жан-жағыңа қарап істейсің, түсінің ба? Алматыда койықты ішіне қалдырасың. Директор тауып алып, ана Есуастың сазайын берсін. Жоқ, мен олай істей алмаймын. Есен жақсы жігіт. Мен оған опасымаймын. Көкеңді ұмытайын деген екенсің. Жұдырықты сағынып қалдың ба не? Осыны істейсің, немесе бізден үнемі таяқ жүрсің. Түсіндің бе? Бол тез, тындыр, жүгір.